Сәлем достар, Луиза Хейдің 21 күнде бақытты болу курсының 4-ші күніне қош келдіңіздер. 4-ші күн өткеніңді босату. Бүгін сіз босатуды бастайсыз. Кінәдан, реніштен бас тартасыз. Кешіресіз және алға жылжисыз. Кеше қалай өтті? Өзіңізбен сөйлескенде бұрынғы реніштерді босатып, әңгімені оң арнаға бұруды үйреніп жатырмын деп сезесіз бе? Мен сізбен мақтанамын, өйткені сіз өзіңізді жақсы көре бастадыңыз және ескі жазбаларды өшіру үшін күнделікті жаттығуларды орындап жатырсыз. Өткеніңді босат, аффирмациялар. Мен ескі шектеулер мен сенімдерді босатамын. Мен оларды босатып, тыныштықта өмір сүремін. Мен өз-өзіммен келісімде өмір сүремін. Мен өмір ағынымен үйлесімді өмір сүремін. Мен қауіпсіз жердемін. Бұл аффирмацияларды күніне 2-3 рет қайталаңыз. Күні бойы теріс ойлар келгенде қалтаңыздағы айнаға қарап, осы сөздерді ішіңізден қайталаңыз. Бұл сөздер сіздің күнделікті әдетіңізге айналғанша оларды бойыңызға сіңіріңіз. 4-ші күн айнамен жұмыс. Айна алдына тұрыңыз, терең тыныс алыңыз. Дем шығарғанда денедегі барлық кернеуді босатыңыз. Маңдайыңызға қарап елестетіңіз. Онда бір батырма бар. Ол батырманы басқанда барлық ескі сенімдер мен жағымсыз ойлар дискімен бірге шығып кетеді. Қиялыңызда сол дискті алып, басыңыздан шығарып тастап жатқаныңызды көз алдыңызға елестетіңіз. Мен ескі шектеулер мен сенімдерді босатамын. Мен ашыламын. Мен тыныштықтамын. Ішкі ойларыңызға үңіліп айтыңыз. Мен жаңа сенімдер мен аффирмацияларды қабылдауға дайынмын. Дауыстап қайталаңыз. Мен босатамын. Мен өзімді азат етемін. Мен кернеуді, қорқынышты, ренішті, өткенді барлығын босатамын. Мен сізді осы жұмыс барысында күнделік жүргізуге шақырамын. Қысқаша болса да өз ойларыңыз бен сезімдеріңізді жазып отырыңыз.